Міне сонша халық бар. 1040 халық бар. Митинг емес. Келсін, әкім келсін. Бізге митинг емес. Тоқаевқа жіберулер хабарламайды. Тоқаев келсін. Президентіміз келсін. Мынау масқара ғой. Мынау масқара. Алматы облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі Талғарда өлтірілген Шерзат Болаттың әкесінің ұсталғаны туралы хабарлады. Деп хабарлайды teнгриньюс.kz. Бұға дейін бақта Талғарда қаза тапқан Шерзат Болаттың әкесі Қаржаубай Нұрымов жүк көлігінің төбесіне шығып кеткені туралы ақпарат тараған болатын. Куәгерлердің айтуынша оқиға Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Азат ауылында Шерзат Болаттың ағасын жерлеу кезінде болған. Полицияның мәліметінше 10 желтоқсан күні сағат 15:30-да Азат ауылында жерлеу рәсімі кезінде қоғамдық тәртіпке және басқалардың, соның ішінде кәмелетке толмаған балалардың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін оқиға орын алған. Дастан деген жігіт көрді. Сол Киатты көлік. Соларға мен барған кезінде Нұрғат көрдім. Дастан деген жігіт біздің ДВД-ның оперлері деп айттыны. Сол Кияны тауында, сол Киат солар көрді. Неге десе сол Нұрғат жақтан сол машинамен түсіп келе жатып қалды. Сол өзі өтестенде тұр, уже күйіп кетті. Және күйініп кетті, қолына пышақ ұстатты, күйініп кетті. Семенчатканың ішінде отырған бір сотрудник кісі бар. Сол кісі Нұрғана қаза болған күні, қаза болған жерде болған, және Нұрғана қайтыс болған жерде болған, және сол жерде 2 адам болған, басқа да. Кия маркалы автокөліктегі. Соны көрген ана кісі. Енді сол кімді көрдің, бізге сол машинаның номерін айт десек, бізге айтпай отыр, енді шықпай отыр. Соны біз талап етіп тұрмыз, соны шығып айтуына. Соны ол өзі сотрудник ішінде отырған адам, сотрудник. Соны мыналардың барлығы соны қорғап тұр. Азамат Н прокурордың заңды сақтау туралы түсіндірмелерін елемей, өзін шектен тыс агрессивті ұстай бастады. Басқаларға қорқытып, өз-өзіне қол жұмсаймын деп қорқытты. Сонымен қатар полиция қызметкерлеріне пышақпен шабуыл жасады. Оның мінез-құлқы орынсыз болып, өзіне де басқаларға да қауіп төндірді. Жағдайына алаңдаған Азамат Н-нің туыстары мен адвокаттарының өтініші бойынша оның өмірі мен айналасындағылардың өміріне зиян келтірмеу мақсатында полиция қызметкерлері оны ұстау шараларын қабылдады, деп хабарлады ведомстводан. Ақында інім бар ғой, мен шыдадым осы, мен шыдамаймын. Мен өлдірсе, соттаса, соттасын. Мен тыңдамаймын ешкімді. Балдармен кеп, осы ол жігіттермен кеп, өтіліп сұрады. Халыққа шық, бетік болмасын деп айт деп, мына кісі айтты. Қарап ет мынау өзі. 2 ай өтті, жақсы болды ма, інім өлді. Кеше маған күліп тұрып айтып тұр. Сен бауырыңа жүрегіңе алып қалған, сен барып ашылып қалған дейді. Полицияның мәліметінше ер адам қажетті ең аз күш қолдану арқылы ұсталды. Қазіргі уақытта полиция бөліміне жеткізілді, онымен психологтар жұмыс істеуде. Полиция жағдайды тұрақтандыру жұмыстарын жалғастырып, азаматтарды сабырлы болуға шақырды. Азаматтардан тек ресми ақпарат көздеріне сеніп, жалған ақпарат тарату жауапкершілікке, соның ішінде қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салуды сұраймыз, делінген хабарламада.